Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Қазақ әдебиеті сабағын білімненттен оқып тапсырмалар істеп жатсыңдар, бірақ түсінбеген жерлерің көп шығар деп осындай видео сабақ түсірейін дедім. Балалар, сендерге мұғалімнің қысқаша ғана айтып түсіндіріп кеткені ыңғайлы шығар. Себебі бастауыш сыныпта бір мұғалімге үйреніп қалғансыңдар және 5-ші сыныпқа енді қадам басып, өздерің үйде қашықтықтан мұғалімнің көмегінсіз оқуды бастадыңдар, балалар. Сондықтан жауапкершіліктің көбісі сендерге жүктеліп тұр. Балалар, сендерге қиын болса да, бірақ тырысыңдар. Себебі сендер жаңа заманның ақылды балаларсыңдар. Телефонды, компьютерді жақсы білесіңдер. Ал енді сабағымыз бастайық. Сабағымыздың тақырыбы халық ауыз әдебиеті. Ал оқу мақсатымыз әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Ал балалар, осы тақырыпты талдайық. Қысқаша ғана осы видеомда сендерге түсіндіріп өтемін. Балалар, халық ауыз әдебиеті деген сөзді естігендерің бар ма? Ол қандай мағынаны береді? Халық деген кім? Халық деген біздің қазақ елі, қазақ халқымыз, өте жақсы, балалар. Ауыз әдебиеті дегеніміз ауыздан ауызға тараған керемет жырлар, өлеңдер, көркем шығармалардың барлығы, дастандар, ертегілер. Ал енді халық ауыз әдебиеті деген сөз негізінде ағылшын тілінен алынған, ғылымда фольклор деп айтылады. Фольклор деген оның ішіне бірнеше түрі кіреді. Халық ауыз әдебиетінің үлгілері деп айтылады. Ал енді кітапты ашамыз, қазақ әдебиетін, 8-ші бетке барамыз. 8-ші бетте міне әдебиеттің бірнеше түрлері жазылған. Балалар, мақал-мәтелді кіші 1-ші сыныптан бері естіп келесіңдер. Мұғалімнен, ата-аналарың кейде әңгіме дүкен құрған кезде мақал-мәтелді қосып сөйлейтіні бар. Ата-әжелеріңнен ескерсіңдер. Осы ауыз әдебиетіне жатады. Мақал-мәтелдердің авторы жоқ. Авторы тек қана халық болып саналады. Қазақ елі, ата-бабамыз. Ал енді ары қарай жұмбақтар. Жұмбақ шешкенді жақсы көретін шығарсыңдар. Одан кейін жаңылтпаштар, ертегілер, лироэпостық жырлар. Лироэпостық деген сөз сендерге бейтаныс. Ол грек тілінен алынған ғашықтық жырлар, дастандар деп айтылады, балалар. Тұрмыс салт жырлары, тарихи жырлар, аңыз әңгімелер, айтыс өлеңдер, эпостық жырлар. Эпостық жырлар деген сол батырлар жыры болып саналады. Алпамыс батырды жақсы білесіңдер ме, балалар? Міне осы Алпамыс батыр батырлар жырының үлгісіне жатады. Ал енді балалар, ары қарай негізі ауыз әдебиетінің идеясы. Ауыз әдебиеті қазақ халқын, балаларды неге үйреткен деп ойлайсыңдар? Осы 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін оқып келдіңдер. Түрлі шығармалар оқыдыңдар, мақал-мәтелдер, өлеңдер жаттадыңдар, ертегілер оқыдыңдар. Неге үйретеді барлығы? Балаларды үлгі өнеге беретіндей жақсылыққа, мейірімділікке, әділдікке, адамды бөле жармай ажыратпауға үйретеді. Балалар, халық ауыз әдебиеті үлгілерінің барлығында тек жақсылыққа үндейтін мағынасы бар. Ешқашанда адамды жамандыққа итермелемейді. Дұрыс па, балалар? Мені жақсы түсініп тұрсыңдар деп ойлаймын. Естеріңе түсіріңдер. 4-ші, 3-ші сыныпта қандай көркем шығармалар оқыдыңдар? Ол жердегі қандай тәрбиелік үлгі алдыңдар? Естеріңе түсірулеріңе болады. Ал енді балалар, меңгерілетін білім дейді. Мына жерде бірнеше сұрақтар жазылып тұр. Ауыз әдебиетінің жазба әдебиетінен қандай айырмашылығы бар дейді.
Ауыз әдебиетінің маңызы қандай? Ауыз әдебиеті дегеніміз не дейді? Бірінші сұраққа мен жауап айтып кеттім. Ауыз әдебиет біздің заманымызға дейін қалай жеткен? Балалар, шынымен де ауыз әдебиеті ежелде жазу сызуды білмеген кезде ата-бабаларымыздан қалған деп айтамыз, иә? Бірақ ата-бабаларымыз бізге қалай жеткізді? Ауыздан ауызға, той-думандарда домбыра тартып, айтып, ауыздан ауызға, ел-елге, жер-жерге тараған, иә? Содан заман дами келе, қазір жазба әдебиет пайда болды. Сол ауыздан ауызға қалған аталарымыздың көзін көрген ғалымдар, хатшылар, жазу сызуды білетін ғалымдар сол жырларды, мақал-мәтелдерді, аңыз дастандарды тыңдап отырып қағазға түсірген балалар. Сондықтан бір рет қағазға түскендіктен оның авторы тек қана халық болып саналады. Сол қазіргі уақытта міне кітап баспасынан оқып отырмыз біз. Ертегілер болсын, мақал-мәтел, жыр дастандар болсын. Балалар, ауыз әдебиетінің қандай түрлері бар деген сұраққа жауап беріп қойдық, иә? Жаңа міне сендер көріп отырғандай бірнеше түрі бар. Ал енді жазба әдебиетінен айырмашылығы не? Балдар, жазба әдебиеті деген ол қағаз бетіне жазушылар мен ақындардың өздері ойдан шығарып жазатын өлең шығармалары, немесе әңгімелері, немесе романдар болып саналады. Мысалы, Абай Құнанбаев жазба әдебиетінің негізін қалаушы болып саналады. Алғаш қазақта хатқа өлең шығарған, жазып, бізге мұра қалдырған ақын болып саналады. Одан кейін Ыбырай Алтынсарин сендерге, балаларға арнап алғаш мектеп ашып, сол балаларға арнап өлеңдер шығарып, ертегілерді орыс тілінен аударып және өзі шығарып жазған. Осының барлығы жазба әдебиет деп саналады. Ауыз әдебиет дегеніміз ол ата-бабаларымыздан қалған мұра. Жазба әдебиетінде ақындар мен жазушылардың аты жөні айтылады, балдар. Я? Енді өте түсінікті деп ойлаймын, балдар. Осы сұрақтардың бәріне жауап бердім. Түсінбеген сұрақтарың болса, маған жолдасаңдар болады. Кітаптан, оқулықтан осының барлығын оқып, қосымша мәліметтерді оқып алыңдар. Мына жерде артық болмас білгенің деген жері бар, қызықты. Міне балалар, ал енді дәптерге осы мәтінді оқып болған соң, мына жерде бір тапсырма тұр. Білу және түсіну деген. Балалар, білуде 10 сұрақ тұр, иә? Осы 10 сұраққа әдебиет дәптерлеріңе, бір дәптер арнайсыңдар әдебиетке, сол әдебиет дәптерлеріңе осы сұрақтарға жауап жазуларың қажет. Менің айтқандарым естеріңде қалған болса, немесе кітаптан оқып алыңдар. Сол естеріңде қалған жауаптарды осы сұрақтарға жауап бере отырып жазсаңдар, өте жақсы болар еді. Балалар, осымен сабағымды аяқтайын. Сау болыңдар. Келесі жолы сабақта кездескенше.